Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода Орео тортының рецептісімен бөлісемін. Бұл рецепттің ерекшелігі бұл тортқа салма ретінде мусс дайындалады. Орео тортын дайындау үшін бізге шоколадный бисквит қажет. Бұл шоколадный бисквитті дайындап сіздерге бұл видеода көрсетпеймін, себебі менің каналымда осы шоколадный бисквиттің рецептісі бар. Видеоның описаниясына тек ссылкасын қалдырамын. Торттың салмасы ретінде ақ шоколадтан мусс дайындаймыз. Желатиннің үстіне суық су құямыз және бөлме температурасында қойып қоямыз. Желатиніміз біздің өзінің көлемін үлкейтіп, ісініп бастайды. Біздің муссымыз ақ шоколадтан дайындалатын болғандықтан, ақ шоколадтың үстіне сүтті микроволновкаға ысыта отырып құямыз. Мусс дайындауға кез келген дүкендегі ақ шоколадты алып қолдана берсеңіздер болады. Ыстық сүтті шоколадтың үстіне құйғаннан кейін шоколадымыз еріп бастайды. Венчиктің көмегімен араластырып және соңынан шоколад толығымен еру үшін блендердің көмегімен езіп аламыз. Шоколадты массамыздың үстіне бөлме температурасында тұрған творожный сырымызды саламыз және блендердің көмегімен тағы да езіп аламыз. Өзінің көлемін ұлғайтып, ісініп, дайын болған желатинді микроволновкаға ертіп алып, шоколадты массамыздың үстіне қосып блендердің көмегімен араластырамыз. Торттың жасалу жолы аздап күрделі, бірақ сіздің ойыңыздағы өте дәмді торттың шығатынына сенімдімін. Сливкиді миксердің көмегімен араластырамыз. Қоюлана бастаған кезде араластыруды тоқтатамыз. Өте қою болып кетуге болмайды. Енді дайын болған екі массамызды күрекшенің көмегімен араластырамыз. Видеоны мұқият қарасаңыздар, сливкидің қандай қоюлықта болу керектігін анық байқауға болады. Дайын болған муссты осындай арнайы силиконды формаларға құямыз. Егерде сізде бұндай силиконды формалар болмаса, онда қарапайым кальцоның астына міндетті түрде тақтайша қоя отырып, пищевая пленканы астына төсеп, осығанды құйсаңыз болады. Қыздар, бір ескеретін жағдай, егерде сіздің тортыңыз 18 см болса, онда мусс 14 см болуы қажет. Соны міндетті түрде ескеріңіздер. Формаларға құйылған муссты морозильникте 5-6 сағатқа қатыруға қойып қоямыз. Морозильникте 6 сағат тұрып, мусс дайын болғаннан кейін шоколадный бисквитті біз 4 қоржыға бөліп аламыз. Бұл Орео торты болғандықтан бізге Орео печеньелері қажет. Ортасындағы кремін алып тастаймыз. 5-6 данасы жеткілікті, блендердің көмегімен үгітеміз. Торттың ішкі кремін дайындаймыз. Тортты жинауға суық сливкиге бірден қантымызды қосып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап араластырып бастаймыз. Қант толығымен ерігенше миксердің жылдамдығын арттыра береміз. Соңынан творожный сырымызды қосамыз және миксердің көмегімен тағы да араластырамыз. Бұл крем небәрі 3 қана ингредиенттен тұрады: қант, сливки және творожный сыр. Крем қоюланып бастағаннан кейін блендердің көмегімен үгітіп алған Орео печеньесінің ұнтақтарын қосамыз. Дайын болған кремді күрекшенің көмегімен араластырамыз және кондитерлік қапқа сала отырып тортымызды жинаймыз. Видеодан көріп отырғандарыңыздай, дайын болған мусс осындай өзінің формасын ұстайтын қатты болады. Енді тортымызды жинаймыз. Кремнің аздаған бөлігін подложкаға жаға отырып, алғашқы қоржымызға кремімізді жағып шығамыз. Және осы кремнен тортқа бортик жасап шығамыз. Осы бортиктің ішіне қазір біз өзіміздің муссымызды орналастырамыз. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, торттың қалай жиналып жатқанын байқайсыздар. Бізде 4 қорж болғандықтан 3 прослойка болады.
Екінші коржға мусс қойылмайды, тек кремді жағамыз да екінші коржға үшінші коржымызды жинаймыз. Үшінші коржға барып біз екінші муссымызды қоямыз. Торт толығымен жиналғаннан кейін 8 сағатқа крем сіңу үшін тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тортты қаптауға крем чиз дайындаймыз сары маймен. Сары майды тоңазытқыштан кремді дайындамастан бұрын 1 сағат бұрын шығарып қоямыз. Сары май ағарып бастаған кезде сахарная пудрамызды қосамыз және миксердің көмегімен араластырамыз. Сары май мен сахарная пудра толығымен араласқаннан кейін творожный сырымызды қосамыз және тағы да миксердің көмегімен араластырамыз. Дайын болған сыртқы кремді 8 сағаттай тоңазытқышта тұрған тортқа айналдыра жағып шығамыз. Кремді тортқа айналдыра жағып шыққаннан кейін спатуланың көмегімен кремді тегістеп аламыз. Тортты бір айналдырып тегістеп шыққаннан кейін крем тимей қалған жеріне кремді жаға отырып толтырамыз. Тортымызды қаптап болып қалдық. Тортты толық қаптағаннан кейін 10 минутқа тоңазытқышқа қойып қойған дұрыс. Содан кейін барып өзіңіздің қалауыңыз бойынша безендірсеңіз болады. Яғни шығармашылығыңызға ерік беріңіз. Мен өз тортымды шоколадный потеки жасай отырып безендірдім. Сіз кез келген тематикада осы тортты жасай отырып безендірсеңіздер болады. Қыздар, бұл оригинальный рецепт. Жақсы шығатынына және дәмінің сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер де осы рецептпен торт жасап, сіздерде өздеріңізге ұнап жатса, кері байланыс жасасаңыздар қуанып қалар едім. Егер рецепт ұнап жатса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және комментарий қалдырыңыздар.